Қорққан адам ол өмірі қопарғыш болмайды. 17 жылдай болды қопарғыш. Сондай мамандық таңдағаннан кейін осы қопарғыш қызметін әлі осыны дейін атқарып жүр. Шахтада оңай жұмыс жоқ. Мен өзіме мақтанамын, осы жұмысымен мен өзім қуанамын. Мың 1966 жылы туғам Ерәлиев селосында. Одан 1973 жылы 10 жылдықты бітіріп, 10 жылдық оқығанда енді бұл уақытта былай ғой. 2 жыл оқып жүргенде 9-10 класс дейді ғой, қазіргі сынып. Сонда мен сол курстарға қатысып өзім механизатор оқығам. Осы еңбек етіп, 2098 жылдар уже жұмыстың азайған кезі болғаннан кейін, осы жаққа менің жездемді шақыртуымен Арзанбек осындай корпорация Қазақмыс бар деп, осындай жұмысқа келіп орналастым. Одан кейін жаңағындай уже сондай жұмыс істеп жүріп, жаңа курстарға қатысып, жаңағындай бурильщик оқып, одан кейін қопарғыш оқуын оқып, содан міне 17 жылдай болды қопарғыш. Маған сол ұнағаннан кейін өзіме сондай мамандық таңдағаннан кейін осы қопарғыш қызметін әлі осыны дейін атқарып жүрмін. Күніміз енді таңертең енді шығасыз, үйде шыққаннан кейін уже автобусқа отырғаннан кейін уже сенің жұмыс орның басталды деген сөз. Автобусқа отырасың, уже сенің жұмыс орның басталды. Қазір мен біз АБК-дан шығып, шахта 55 столға қарай кетіп баратырмыз. Біздің күндегі жүрісіміз, уақыттағы жүрісіміз осы міне 2 ортадан 15 минут. Енді бір 15 минуттан кейін біз шахтаға барып, жердің астына түсуге кетіп баратырмыз. Шахтың астына түсіп, уже барғаннан кейін дәрі беретін склад бар. Складқа уже бер жақта тұрып заявка бересіз. Ан жақтан уже қандай заявка, қандай путевка жазылды, ол кісілер барады. Жаңағы сіздің заявкаңмен жаңағы бізге уже окошкадан емді береді, дәрілерді. Мен өзі уже машинам кеп тұрады. Машинам өзінің әр машинаның әр дәріс салатын чикаларға салып, өзің сосын келесі бір үлкен қараты салып, жаңағы үлкен уже қаптарды дейді, жаңағы гранулит, солар тиіп уже завойға барып, уже барғаннан кейін уже өрді жаңағы горный мастер болады. Кезекшісімен дейді ғой, сол екеуміз бар завойды қабылдаймыз. Қай жерде жұмыс істеуге бола ма, болмай ма? Сосын уже жан-жағын қарап, уже жұмыс істеуге болады деген рұқсатына екеуміз бірге қарап. Одан кейін уже мен жұмыс уақытыма кірістім. Енді ал біздің күнделік жұмысқа келген машинеміз бұл. Енді бұл Қазақмыстың жақында бізге алып берген машинесі. Бұл машина енді ПМС деп аталады, взрывной машина. Бұның бір ерекшелігі бұл тоқпен де тоқсыз да зарядтала береді. Бұл екі жаққа да адамға тиімді, бұл тиімді көлік деп есептейміз. Енді осымен жұмыс істеп, ары қарай жүрген. Бұның миссиясы жаңағы шпур, зарядный шпур дейді, соны зарядтауға арналған машина бұл. Бұның несі, бұл үстінде жүріп, бір адам жұмыс істеп, алып кетіп бір неткенде бұның өзі бір несінде 1 тонна дәрі салып алып, жұмыс істей берген сөз болады. Бұның бір жақсы жері. Бұрынғы машина деймі, бұрынғы машиналар 500 тонна көтерсе, алса, қазір бұл 1 тоннаға дейін көтеріп жұмыс істейді. Бұның бір ерекшелігі сол. Бұның көлікпен қазір енді өзіміздің белгіленген наряд бойынша өзіміздің жаңа завойларға барып, жаңа өзіміздің сөйердерге тиісті жұмысымызды істейміз қазір. Біз енді складқа барамыз, складтан дәріні алып,
Уже жаңа заводымызға барып, онда жаңа көрней мастерлермен жаңа завойды қабылдап, біреу завойды өткізеді, екіншіміз қабылдап аламыз. Мысалы, бір ауысымда біз 8 адам жұмыс істейміз. Енді жаңағыда көрней ауысымдық мастер бар, оның бас аяғы 8 адам жұмыс істейміз. Енді ол жерден біз енді өзіміз қазір келген арат ойнап күліп жаңа сол бәріміз енді ол болғанда әркім әр тарапқа кетеді ғой. Бәріміз жаңа шыққаннан кейін не болды, қалдарың қалай деп жаңа бір-бірімізді түгендеп келіп нетіп жатамыз. Не болды, не жағдай деп жаңа бәрі жақсы ма деп өзіміз жаңа енді коллективімді мен жақсы деп айтадым. Енді әр нәрсені өз қуанышымен жүгіріп жүреді. Мен енді болсын үлкен болғаннан кейін ба мен бәрі жүгіріп ағаға деп сөйлеп жүреді. Коллективіммен ризамын. Қазір участковый қайшы көбі жастар. Енді ішінде 2-3 ғана қалды. Бізде енді Құдай қаласа 4-5 жылда пенсия шықсақ дейміз. Қазір жастар енді мен осында 6-ма өзім дайындаған нелерім бар. Балаларым бар, қазір олар мықты. Қазір 6-шы разряд болып кетті. Бурейші зірінт дегендер де өзі профессиялары бар. Сондай коллективім бар. Кәрібай ағамен 2018 жылдан бері әріптеспін. Біздің участке біраз жігіттерді осы кісінің тәжірибесін меңгеріп, қол астынан біраз сабақ алып отыр, әлдеде алып отыр қазірде де. Енді ол кісінің 20 жылдан астам стажы бар, ол тау-кен саласында. Сондықтан әрдайым ақыл сұраймыз. Енді білмеген өзі үйретіп отырады. Мен осы шақты жер 55-ке келгелі, мінекі наставник Кәрике сол кісінің қарамағында зарядтауды үйретті, қалай байбек басылады деп. Қандай симша, қай жерге тұру керек, қай жерден ату керек. Атар кезде жаңа кройлан қарап, безопасный жерге барып атып, сондай біраз тәжірибесін бізге үйретіп жатыр. Енді бұда қазір 8, бұл ерде 7 скважин бар. Қазір 7 скважин зарядтап, бұдан 800 тонна руда түсіру керек. Адамның енді шақты үйрену үшін адам төзімді, шыдамды болу керек қой. Әр нәрсеге өзінің мінезі, бәрін көп ашулана бермей, сабырлық сақтау керек. Адам сонда ғана өзі істей алады. Менің жолдасым бар, ол ПТВ лаборантта жұмыс істейді. Ұлым бар, қорғауда қызмет істейді. Қызым өзінің қазір акиматта жұмыс істейді, аудармашы болып жұмыс істейді. Енді мен өзімнің 5 немерем бар. Сол 5 немереммен қуанамын. Арман адамда көп болады ғой. Негізі арманы өзі бала-шағамның арасында. Солардың арасында ойнап күліп жүре берсем деймін, менің арманым. Жаңа немеремді әр күнге дейін институтқа дейін сүйретіп апарсам деймін. Арман сол ғой. Бірақ арман өзі амандық, денсаулық болсын. Арман көп. Өзіме мақтанам деймін ғой, өйткені менің осы жеп отқан үйімдегі наным, бала-шағамның несін мен осы жұмысымен мен өзім қуанам. Жүгіріп шыққанда немереме бір кәмпит апарып өтсем, маған айтады ғой, ата міне десем, саған рахмет дейді. Сен өйстіп жұмыс істей бер дейді. Маған кейде айтып қойды, ата сен
60 келгенде 70 келгенде жұмыс істей бере ме астында адамдар? Жоқ деймін, олар кішкенеден кейін қоямыз, сосын екеуміз жүреміз. Адам сосы қызық қой енді, осының еңбегім ғой сол. Соның өзі менің еңбегімді уже немеремде көріп жатыр деген сөз ғой. Сонымен қуанамыз.